Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз кристалдық тор түрлері, байланыс типтері және заттардың қасиеттері арасындағы өзара байланыс. Сабақ мақсаты заттар қасиеттерінің кристалдық тор типтеріне тәуелділігін түсіндіру. Сіздер білесіздер, иә, агрегаттық күйлердің 3 күйі бар. Олар қатты, сұйық және газ. Сонымен қатар заттардың аморфты болып келеді. Аморфты заттар, яғни сынғыш деген мағынаны білдіреді. Және де кристалл заттар бар. Оларға металдарды, карандаштарды, сонымен қатар ас тұзын жатқызуға болады. Қатты заттар екіге жіктеледі: аморфты денелер және кристалды денелер. Бүгін тоқталатынымыз біздің кристалды денелер. Кристалдық тор кристалл заттардағы атомдардың, иондардың, молекулалардың белгілі бір ретпен орналасуы. Бөлшектердің орналасқан нүктелері кристалдық тор типдері деп аталады. Кристалдық тор типтерінің мынандай түрлері бар: иондық, атомдық, молекулалық және металдық. Кристалды заттардың ерекшеліктері. Бірінші ерекшелігі кристалдық торды құраушы бөлшектердің қатаң тәртіппен орналасуы. Екінші, белгілі бір балқу және қайнау температураларының болуы. Енді әр кристалдар торларға жеке тоқтала кетейік. Иондық кристалдық торлар тор түйіндерінде иондар орналасады. Химиялық байланысы иондық. Иондық кристалдық торға заттардың мынандай қасиеттері бар: салыстырмалы түрде жоғары берік, морт, сынғыш болып келеді, жылуға төзімді, ұшқыш емес, басым көпшілігі суда ерімтал болып келеді. Мысалға, мына суретте көріп отырғандай, натрий хлоридінің суреті келтірілген. Бұнда тор түйіндерінде натрийдің және хлордың иондары орналасқан. Сонымен қатар, бұндай кристалдық тор түйіндеріне оксидтерді, негіздерді жатқызуға болады. Келесі атомдық кристалдық тор түрлері. Бұлардың тор түйіндерінде атомдар орналасады. Химиялық байланысы көбінесе ковалентті полюссіз және полюсті иондық болып келеді. Қасиеттері өте берік, балқу температуралары өте жоғары, суда мүлдем ерімейді, ұшқыш емес заттар. Бұл заттарға мысалы көміртектің аллотропиялық түр өзгерістері алмас және графитті, күрделі заттар алюминий оксиді, кремний оксидін жатқызуға болады. Келесі молекулалық кристалдық торлар. Бұлардың тор түйіндерінде молекулалар орналасады. Химиялық байланысы ковалентті полюсті және полюссіз болып келеді. Қасиеттері төмен беріктілік, балқу және қайнау температуралары төмен. Әдетте бұлар бөлме температурасында сұйық немесе газ болып келеді. Ұшқыш болып келеді. Мысалы, оларға йодты, көмірқышқыл газын және де әртүрлі күрделі заттарды жатқызуға болады. Келесі металдық кристалдық торлар. Бұндай тор түйіндерінде металл атомдары және металл катиондары орналасады. Бұндағы химиялық байланысы металдық. Металдық кристалл торларының қасиеттері: металдық жылтыры болады, мөлдір емес, суда ерімейді, ұшқыш емес. Мысалы, бұларға металдар және металдардың құймаларын жатқызуға болады. Енді келесі мына кестені қарасаңыздар, бұнда бұл кесте Менделеевтің периодтық кестесі. Бұнда кейбір элементтер келтірілген, яғни кристалдық тор түрге жататындар. Кристалдық тор бұл кристалл заттардағы атомдардың, иондардың, молекулалардың белгілі бір ретпен орналасуы. Бөлшектердің орналасқан нүктелері кристалдық тор түйіндері деп аталады. Енді қорытындылай келсек, қатты күйдегі заттардың қасиеттері кристалдық тор типіне тәуелді болып келеді. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе мынандай тапсырманы қарастырайық. Кристалл торлары бірдей заттарды диагональды көлденең, тігінен сызық жүргізіп белгілеп шығыңыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.